Армысыздар, кеші жарық, ешкісі арық ағайын. Бұл не дейді арнасы, мен Думан Мұхаммед Кәрім. Бүгін мамырдың 26-сы 14 сағат 32 минут. Таңғы сағат 10-да бүгін Әлібек Иманбековтың соты басталған. Осы аяқталғанына бір 15-20 минуттай ғана уақыт болды. Негізі күні кеше ғана жүктелген видеодан білесіздер, кеше өту керек болатын сот өтпей қалды. Өйткені сот Иманқұлов мырза бұл белсенділерді қатыстырмайтын сот, журналистер кірмейді, біресе онлайн өтеді, біресе офлайн өтеді. Қысқасы кеше сот болмай бүгінге шегерілген еді. Бүгін сағат 10-да белгісіз бір себептермен конвой келмей жатыр. Сотты онлайн өткізе салайық деген сот тарапынан ұсыныс болды. Алайда адвокат және Әлібектің туған туыстары оған қарсылық білдіріп, әкелсін сотты офлайн түрде кәдімгідей өткізейік деген өздерінің уәждерін жеткізді. Ақыры сот күтіп 40 минутке шегеріліп, конвоймен алып келді Әлібекті. Ақыры сот басталды түске дейін. Содан бірнеше куәден сұрау алдында айтпақшы, тоналған дүкеннің иесі келген екен. Ол кісі Әлібекке қатысты өзінің ешқандай шағымы жоқ екенін, арызданбайтынын айтты. Қысқасы, сот процесін бастан аяқ толық түсіріп шықтым. Төменде ма? Төменде жоқ. Интернет істемейді. Өкінішке орай тікелей эфир жүргізе алмайтын болдым тағы да. Бүгін сотталушы Иманбеков айдауымен сотқа жеткізуге не себепті екенін білмейміз. Кеше сұрау қағазын жібердік, толығымен құжаттарын бәрін жібердік, бірақ Иманбековті алдыруға. Сондықтан Иманбековтың өзін онлайн процесс болсаңыз түсіресіз. Құрметті сот, біздің жағдайымызда орыс тілінде сөйлеген үшін Димаш бар ма? Одан енді орысша айтамын. Я просто мыслю на русском. Уважаемый суд, сегодня наконец-то мы собрались, чтобы уже увидеть глаза в глаза и посмотреть, какие события были в январе 2022 года, которые шелохнули весь Казахстан, весь мир, можно сказать. Сегодня у меня первое дело по январским событиям. Я хотела бы, чтобы она была рассмотрена открыто, объективно и со всех сторон. Я ходатайствую о том, чтобы конвоирование Иманбекова Алибека Батиковича было в зале суда. И я не хочу, чтобы обратно вы откладывали на день, на два. И я хочу, чтобы решили этот вопрос сейчас же, сегодня же. Почему у нас, когда дело касается якобы террористов, 20 тысяч человек, как сказал наш уважаемый Касым-Жомарт Токаев, мы хотим услышать, увидеть, кто эти террористы, являются ли, чьи заказы, чьи указания выполнял Иманбеков. Поэтому я хочу, чтобы сейчас сделали перерыв, выяснили, когда его привезут, мы будем ждать. Да. И я хочу, чтобы было объявлено перерыв. Орыс тілінде айтылған адвокаттың сөзін қазақ тіліне аударуға қажеттілік бар ма? Құрметті сот, офлайн жүргізуге сіздің қарауыңызға қалдырамын. Ол қорғаушының айтылған мән-жайларды толығымен сот тергеу барысында зерделеу қажет деп есептеймін. Бәрі заңсыз деп көрсетіп отыр. Соның бәрін қазіргі сот тергеу барысында талқылауға тиіс. Сотталушы Иманбековке қатысты қылмыстық іс бүгін офлайн режимде құрметті сот қатысушылар офлайн режим тағайындалды. Іс бойынша сотталушының айдауымен алдыру туралы бүкіл құжаттардың бәрі Россия 18 мекемесіне жолданған. Алайда не себептен сотталушы бүгін сотқа келмеуін қазір үзіліс жариялап анықтайтын боламыз. Бірақ мына
белсенділерге және қатысып жатқан журналистерге түсіндіргім келеді, қылмыстық іс жабық сот отырысында ешқашан тағайындалған жоқ. Сотқа түсіп қабылдаған кезде соттың қаулысымен ашық сот отырысы тағайындалды. Алайда қылмыстық процестік кодексінің 345 бабының талаптарында көрсетілген сот қылмыстық істі өндіріске қабылдау барысында сот процесін онлайн режимде не болмаса офлайн режимде қарау туралы шешім қабылдайды. Сотпен онлайн режимде қарау туралы шешім қабылданды. Адвокат Жубаспаева бірінші сот отырысында талап тілек айтты. Қылмыстық сот отырысына активистерді, белсенділерді, журналистерді қатыстырылды және сот отырысын офлайн режимде өткізу туралы. Адвокат Жубаспаеваның талабы осында қаралып, сот жартылай қанағаттандырылды. Белсенділердің, журналистердің сот отырысына қатысуына ешқандай қарсылық жоқ. Алайда сот отырысы онлайн режимде жалғастырылады деп. Енді бүгін сот қаулысымен Иманбековке қатысты қылмыстық іс офлайн режимде өтеді. Қазір үзіліс жариялап, сотталушы неғып сотқа жеткізілгенін анықтап, сіздерге қайтадан соның нәтижесін айтамыз. Сонымен қатар мұнда осы Иманбековтің қорғаушысы бар қосымша кім? Сіз ол жерге отырмаңыз, сіз мына алдында адвокаттың қасында, не болмаса аудармашының қасынан сіз оның қорғаушысы ғой. Онда құрметті сот қатысушылар, үзіліс жариялайды. Сотталушы Иманбековті не үшін сотқа жеткізбегенін анықтау мәселесі бойынша үзіліс. Енді үзілісті нақты сіздерге уақытын 10-15 минут деп айтпаймын. Қазір хабарласып, біліп, нақты құжатын біліп, сіздерге шешім айтамыз. Сонша халық неме келді ғой, босқа уақыты жоқ олардың үлгермей жатыр дегені көңілге қонымсыздау, сенбейтін жағдайда. Құрметті қатысушылар, біз Иманбековтің неліктен кешігіп жатқанын білдік. Адвокат Жубаспаева қазіргі таңда Си-18-та этапирование болып жатыр екен, алайда Иманбеков дайын сотқа шығуға. Қазір конвой кіреді, Иманбековті алып сотқа жеткізеді, бірақ оған где-то 25-30-40 минут уақыт керек. 40 минутқа үзіліс. Егер 40 минут деп мен енді Алматы қаласы білесіздер, кептелістер бар, басқа жағдай бар, бірақ бүгін әкеледі. Түске дейін бұл іс тағайындалған, түстен кейін басқа істер бар, сондықтан түске дейін үлгергенше Иманбековті қатыстырып, бастап мүмкін шықпа. Сондықтан үзіліс 40 минутқа 30 минут қалай келеді, имам сіздерді байланыс кіргіземіз, залда боламыз, залда бола береміз. Үзіліс. Движение началось.
Байтек қатысты Қылмыстық кодекстің 91 бабының 3 бөлім 4 бабының жалғастырамыз. Сот отырысына қатысты сотталушы Иманбеков сіз қосылып тұр микрофон. Сотталушы Иманбеков айыпталақсы көшірме салдыңыз ба? Уважаемый суд, сегодня наконец-то в присутствии подсудимого, в присутствии всех участников процесса мы в открытом судебном заседании начинаем рассмотрение уголовного дела в отношении Иманбекова Алибека Байтиковича, который участвовал наравне с другими в январских событиях 2022 года. Сейчас вот я ознакомлюсь с материалом дела, я просто во время следствия не участвовала. Во время следствия участвовала адвокат по заявке следствия Аджанова Жанар. И я сегодня хочу, чтобы вы сразу, раз у нас предварительного слушания по данному делу нету, я хотела бы, чтобы вы сразу обратили внимание и приняли меры в отношении. Вот везде по показаниям фактическое задержание Иманбекова было 10 января 2022 года. Протокол задержания оформлен 12 января. Постановление следственного судьи оформлено 14 января 2022 года. При оформлении протокола задержания следователем указано было время на 2 суток позже. Тогда как закон требует задержания, протокол задержания оформляется с момента фактического задержания. Это прямо указано в статье Уголовно-процессуального кодекса. Это требование закона, что с момента фактического задержания. Получается, следователь 2 суток не оформлял задержание Иманбекова, 2 суток с 10 по 12 число, только 12 оформляет протокол задержания. Если считать, что была просто доставка его, то должна быть тогда справка о доставке, не более 3 суток. Но фактически задержание у него было 10-го, санкция была 14-го. На момент, когда следственный судья рассматривал данный материал уголовного дела, то уже у него сроки доставления, сроки задержания 72 часа уже истекли. На настоящий момент, конечно, уже с учетом того, что его следствие продлевалось, но нужно обратить внимание сюда, что изначально задержание, оформление санкций было уже с нарушением требований УПК. Поэтому сейчас первый вопрос, который необходимо решить, я ходатайствую об изменении меры пресечения Иманбекова Алибека Байтиковича в связи с тем, что изначальное задержание его было оформлено незаконно, и на настоящий момент, значит, последующее санкционирование, продление санкций тоже незаконно. Поэтому в первую очередь я прошу решить этот вопрос. Бастапқы шекілде оған дәлел ретінде мен өзім Алмалы аудандық полиция басқармасының ғимаратында түнгі 3-4-ке дейін 2 күн қатарынан тұрдым. Жолдасымды күтіп жағы. Одан бөлек қорғаушының қатысуынсыз сұрақ жауап алдық дейді. Алыптымыз солардың айтуынша. Шын мәнісінде мен ол жерде қойылған қолда жолдасымның қолы екеніне толық сенімдемесім күмән бар. Екінші бір мәселесі, оған куә ретінде де қасында бірге болған достары. Сол жерде оларды да сол полиция ғимаратында ұрып соғып 13 күні 13 қаңтар түнгі шамамен 12 мен 1-дің арасында шықты олар. Соны өз көзімен көрдім, дәлелдей аламын. Сол үшін телефондарын жаңа станция деме қалай абонент телефондарына сұрау салып, сол ғимаратта болған болмағандығын анықтауға болады.
қорғаушының талап тілегін тыңдап, аталған талап тілекті мемлекеттік айыптаушы ретінде қолдамаймын. Қазіргі таңда қабылданған бұлтартпау шарасын өзгертуге негіздер жоқ деп есептеймін. Аталған мән-жайларды толығымен осы сот тергеу барысында талқыланатын болады. Қазіргі таңда ол жоқ. Қазір іс материалдарына сәйкес, ол 12-ші хаттамаға сәйкес 12-ші қаңтар ұсталған анықталып отыр. Және де заң талаптарына сәйкес, құрметті сот, мамандандырылған ауданаралық сот тергеуінің қаулысы бар. Ол қазіргі таңда өз күшіне енген, ол ешкіммен күші оның жойылмаған. Сол себепті құрметті сот қанағаттандырудан бас тартуыңызды сұраймын. Я осыдан 3 күн бұрын өтініш хат жолдағанмын. Яғни өзім соны сөз барысында қайталап кеткім келеді. Құрметті сот, тергеу барысындағы шикіліктер және заңсыздықтың көбіне байланысты тергеуші Байсерік Ескендір өз тарапына сөз келтірмес үшін, басына жауапкершілік алмау үшін бұл істі тез арада сотқа өткізу амалдарын істеуде. Яғни ДС қосымша тергеуде. Ұсталған күнді жазбай, басқа күнмен тіркеуден басталды. Бүткіл тергеудің заңсыздық қысым, ұрып соғу, қинау арқылы алынған, мені кірмеген жерге кірді дегізіп, танысым Даниярды көрдім дегізіп, қорқытып, дұрыс емес айып табуда. Бұл туралы қазіргі уақытта антиқорда тергеушіге қарсы іс жүруде. Менің кейінгі берген өз қалауымен еш қинаусыз адвокатымның көзгенше берген жауабыма сәйкес, бұл істің Қазақстан Республикасының 267 бабының 2-ші тармағына сәйкес саралауын сұраймын. Яғни, қаруды тауып алғанымды, тасымалдап тығып қойғанымды толықтай мойындаймын. Ешқандай жерден ұрламадым, ешқандай хищение шаға кірмедім. Алған себебім тек қайтару болған. Яғни, ол қаруды сол уақытта жаман ойы бар адамдардың қолына түспесін деп, осындай жағдайға бардым. Өйткені сол күні өзімізде достық ұжымын құрып, мародерларға қарсы шыққанбыз. Өзіміздің орта және шағын бизнесімізді қорғадық. Құрметті әділет сот, бүткіл тергеу заңсыз өтсе де, сот барысы объективті түрде заң жүзінде қаралуын толықтай сенемін. Рахмет. Сотталушының өтініш деп ескереміз. Қылмыстық іс міне осы офлайн режимде өтіп, жан-жақты барлық дәлелдеп, куәлердің бәрін сұрап, нақты соттағы дәлелдемелерге баға береміз. Уважаемый суд, прежде чем перейти ко второму ходатайству, я хотела бы напомнить о том, что в соответствии с требованием УПК вопрос об изменении меры пресечения продления рассматривается отдельным постановлением в совещательной комнате, поэтому вопрос остается открытым. Я думаю, что сегодня вы должны этот вопрос решить. Чтобы как-то сократить время, я изложу все свои ходатайства перед судебным заседанием. Значит, следующее ходатайство такого содержания, что, ознакомившись с материалом дела, я увидела, что постановление следственного судьи о даче санкций от 14 января не подкреплено, а АВФ имеется протокол, что якобы имеется. На самом деле фактически санкционирование проходило в здании СИЗО без адвоката, с участием судьи и прокурора, следственного судьи и прокурора, который следственный судья уже пришел с готовым постановлением об санкции. Санкция проходила в течение 1-2 минут. В совещательной комнате у судьи не было. Сразу при Иманбекове было зачитано постановление следственного судьи. Секретаря судебного заседания не было. Санкционирование проходило в здании следственного судьи, а АВФ его нету. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть данный факт, я прошу суд истребовать аудио-видеофиксацию санкционирования данного санкционирования ареста Иманбекова от 14 января 2022 года. Если следственный судья предоставит АВФ, что действительно данный материал о санкционировании Иманбекова проходил в здании суда, в присутствии адвоката, в присутствии секретаря судебного заседания, то, конечно, я готова понести какое-то наказание за то, что я даю неверную информацию, но эту информацию я получаю от Иманбекова и от других. У меня в производстве около 10 дел именно по кантарским событиям. Все говорят об одном и том же, что санкционирование было в здании СИЗО
был только судья и прокурор, никакого секретаря не было, никакого АВФ не было, никакой совещательной комнаты не было, и судья пришел уже с готовым постановлением о санкционировании. Для того, чтобы опровергнуть или для того, чтобы подтвердить мои, вы обязаны истребовать аудио-видеофиксацию протокола заседания, первичное санкционирование Иманбекова. Это мое второе ходатайство. Я еще раз скажу, что во время следствия я не участвовала, и участвую только вот на втором судебном заседании по данному делу, ознакомившись с материалами электронного варианта, который мне переслал представитель, общественный защитник. Я его, конечно, распечатала, но некоторые документы вот все в таком виде. Посмотрите, он проведено не в том масштабе, как А4, а более большом, и часть документа нет во многих документах. Я поэтому хотела бы визуально посмотреть те документы, которые у вас находятся в производстве, то есть материал уголовного дела. Я могу его посмотреть и в перерыве, я не прошу для этого перерыв специально, просто для того, чтобы сразу решить вопрос моего подзащитного. Четвертое ходатайство – это у меня ходатайство о том, что в материалах, во всех почти, наверное, во всех материалах, в том числе по делу Иманкулова, имеется постановление следователя о назначении баллистической экспертизы. Исследования. И данное исследование они поручают эксперту своего же отдела, не эксперту, а криминалистам своего же отдела, которые проводят это исследование. Конечно, вот постановление от 13 января 2022 года о назначении баллистического исследования, исполняющий следователя Алмалинского района капитан полиции Байсирик, который назначить баллистическое исследование, поручить его в ОКО УП Алмалинского района города Алматы. И по всем делам, в том числе и по Иманкулову, одинаково. Ой, извиняюсь, да, извиняюсь. Заключение у всех одинаковое, и заключение дается, что это гладкоствольное оружие модели такой-то, и оба оружия пригодны для производства выстрелов. Однако боеспособность данного оружия должен определять эксперт Центра судебных экспертиз Министерства юстиции. Почему данное исследование поручается своим же сотрудникам Алмалинского РОВД, которые получают зарплату оттуда, которые стоят в одном штате со следователем, которые, конечно, у них солидарность, у них нет здесь никакой независимого исследования, независимой экспертизы. Поэтому сейчас я знаю, что данные оружия, которые были приобщены к материалам дела, как вещественное доказательство, они хранятся в здании Алмалинского РУВД, и по ним можно провести, назначить баллистическую экспертизу, назначить ее Центру экспертиз. Действительно ли это оружие пригодно для оружия? Сейчас, в настоящий момент, я поняла из разговора представителя потерпевшего, что они отказались получить назад это оружие, что якобы оно уже пришло в негодность, что оно товарный вид там нету, но фактически, он говорит, она непригодна, это макет оружия, который прикреплен для рекламы, для того, чтобы его вытащить с рекламного щита или как со стенда, необходимо усилие нескольких лиц. Там отсутствуют самые главные запасные части для того, чтобы производить стрельбу. То есть на момент, когда она была украдена, либо подобрана уже на улице, как утверждает мой подзащитный, она была непригодна. Это является просто макетом, муляжом. На настоящий момент вопрос, пригодно ли данное оружие к боевым действиям, остается открытым. Я надеюсь на справедливое судебное заседание. Мы ждали этот суд. Мы ждали, когда судьи будут сидеть у нас открыто в зале суда, в присутствии подсудимых, в присутствии защитников, прокурора. Я не прошу ничего незаконного, неестественного. Это правильное. Должно быть
заключение эксперта, баллистика. Құрметті сот талап тілектерді тыңдап, бірінші талап тілек бойынша сот тергеу сотының электрондық хаттамасын сұрату бойынша ұсыныс жасауды сұрап отыр. Қорғаушы құрметті сот бұл бойынша қарсылығы жоқ. Алайда айтып өткім келеді, қорғаушы өз құзыретінде ол электрондық хаттаманы өзі сұратып осы сот отырысына дайындап келуге де болатын еді деп есептеймін. Екінші сұрақ бойынша қосымша іс материалдарымен танысу бойынша құрметті сот қарсылығым жоқ, өйткені ол құқығы, тараптардың құқығы іс бойынша істің толыққанды құжаттарымен танысу. Үшінші талап тілек бойынша баллистикалық зерттеу қорытынды бойынша күмән келтіреді дейді. Құрметті сот, ол атап айтқым келеді, Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының кейбір дәлелдемелерді ұсыну, зерттеу бойынша кейбір дәлелдемелерді қарау туралы қаулысына сәйкес, құрметті сот, бүкіл жинақталған дәлелдемеге сот өз бағасын береді. Сот тергеу барысында зерделеу бойынша өз бағасын береді. Құрметті сот, баллистикалық қорытынды ол осы іс бойынша жинақталған бірден бір дәлелдеме деп есептеймін. Бұдан да басқа дәлелдемелер бар, жиынтығы бойынша, баллистикалық зерттеу бойынша. Және де тағы айтқым келеді, жәбірленушінің айтуы бойынша ол макет, ол атуға жарамсыз деп айтты дейді. Біз оны әлі сот тергеу барысында тергеген жоқпыз, бізге мәлім емес ол. Мен қорғаушы оны қайдан білгенім белгісіз маған мән-жайлар. Өйткені біз жәбірленушіден әлі жауап алған жоқпыз бұл бойынша. Сол себепті құрметті сот, сараптама құрметті сот, қатысушыларға ескерту жасауын сұраймын. Бұл ашық сот отырысы, олар тек қана қатысушы, олар пікірлерін білдіруге қазір құқылары жоқ деп есептеймін. Құрметті сот, сол себепті үшінші талап тілек бойынша сараптама тағайындауға қанағаттандырудан бас тартуды сұраймын. Құрметті мына сотқа қатысушы белсенділер, жаңа адвокат сіздерге де айтты, әр адам өзінің сөзін сөйлеген кезде кедергі жасауға ешқандай қажеттілік жоқ. Тыңдаңыздар, отырыңыздар, видео бар, жазба жасауға бәріңіз болса. Мына адвокат Жуаспаеваның Иманбековтың мүддесінде берген бірінші тергеу сотынан сот хаттамасын сотталушының бас жазасын санкциялау кезіндегі түсірілген бейне жазбаны қанағаттандыру қаулысын толығымен қанағаттандырамын. Бүгінгі сот отырысынан кейін тергеу сотына сұрану хат жіберіп, сол хаттаманы алдырамын. Екінші қылмыстық іспен танысу жөніндегі адвокаттың талап тілегі толығымен қанағаттандырамын. Алайда қылмыстық іс адвокат Жуаспаева электронды форматта берілген. Бүгінгі процесстен өткен кешегі процесстен кейін біз қаулы шығарып, қылмыстық істі қағаз жүзіндегі форматқа ауыстырып, сотқа әкеліп, келесі сот отырысында кез келген уақытта сізге береміз, сізбен танысу рұқсатыңыз бар. Ал мына баллистикалық сараптама бойынша адвокаттың өзі айтып тұр, бұл жерде жаңа сөйлеп айтатындай ешқандай не жоқ. Жәбірленушіден естіп, оның атуға жарамсыз мұлаж екенін білдім деп тұр. Ал біз бас сот талқылауын бастағанымызбен ешкімнен жауап алған жоқпыз. Сондықтан қазіргі сатыда сараптаманы тағайындауға негіз жоқ. Жәбірленушіні сұрап, жәбірленушінің момындықтың қандай жағдайда болғанын анықтағаннан кейін қылмыстық процестік кодекстің 99-шы бабының талаптарына сай адвокат Жуаспаева және кез келген сотқа қатысушы құқығы бар адамдар қайтадан осы талап тілекпен сотқа жүгінуге құқығы бар. Түсінікті ғой сіздерге? Ал талап тілек қосымша куә ретінде осы сот мәжілісіне шақыруын сұраймын. Қорғаушы Айжанова Жанар осы санкционированияда қатысқаны, енді формально бізге сотқа келіп айтсын. Екіншіден тергеуші Байсеректі осы тергеу жасаған кісіні. Тағы свидетелі бар ма? Шалғынбаев Айдос. Қосып тұр, Шалғынбаев Айдос. Осы бойынша куәлар бар, қосымша куә сұрап. Іс бойынша куәлар. Екі қосымша куә. Иманбеков, қолдайсыз ба талап тілекті? Қорғаушысы.
Иә, болды. Адвокат Жуаспаеваның сотталушы Иманбекке қатысты бас шарасын өзгерту туралы берген талаптары бойынша сот кеңесі бөлмесіне Удаление суда для вынесения судебного акта. Тергеу барысы қинау және қысым арқылы психологиялық тұрғыда, моральдық тұрғыда қысым бойынша өтті. Ол яғни қазіргі менің қасымдағы адамдарды маған қарсы қойып жатқан себептер де болды осы іспен. Солардың қысым арқылы берілген жауап бойынша маған қазір 291-дің 3-ші бабын іліп отыр қазір. Бірақ та мен бұған келіспеймін. Я алғаным рас, бірақ та мен ешқандай магазинге тонау үшін кірмедім, тауып алғаным рас, апарып қойғаным рас, бірақ мотивім бөлек мен. Қай жерде тауып алдыңыз, қайда апарып қойдыңыз, қай күні? Көшенің бойынан тауып алдым, Абылайхан Ташкентский бойында. Бұны жаңағы осынауында айта кеткенде өзімізді дружина қорғамыз. Сол өзіміздің орта бизнесіміз жаңағы шаштара сол жаққа апарып қойып қойдық. Яғни мына бүткіл сол қаңтар оқиғасындағы уақыттағы қиын кездер тоқталып, қайтадан полиция қызметкерлерін өткізу үшін. Бұл қарудың басқа жаман ойы бар адамдардың қолына түспесін деген ой болды. Өйткені өзіміздің жаңа заттарымызды, өзіміздің орта бизнесімізді қорған адам болғанбыз. Қай күн тауып алдыңыз? 5-і түнгі сағат 11-10-ның арасында, 10 мен 11-ның арасында. 5 күні түнде. 5 күні түнде. Сол кезде үйге қайтып баратқан кезім болатын өзімізде. Сосын үйге қайттыңыз, үйіңізде ұсталдыңыз ба? Үйге қайттым жоқ, мені шақырды жаңағы Шаштаразға қойған жерімізге. Сол жақ келдім, сол жақтан алып кетті. Ол жерге қойғаныңызды кім біледі, біреу айтқан ба сонда полицияға? Жаңағы менің жанымдағы досымды шақырған РОВД-ға, ол кісіден сұраған, кім әкелді деп. Содан ол кісі айтқан, мен әкелді деп. Сөйтіп сол жаққа мені шақырды. Содан кейін олар алып та тауып алдым деп айтқанында ондай болмайды жауап. Бізге кірді деп айтқаның дұрыс болады деп. Соғымен соған қол қойдырыпты. Сол мойындатты сонда ұрып соғып. Иә, әйтпесе егер бұны жанымдағы танысым Данияр деген кісіні сен көрдім, сен Әлібек кірдім деп айтпасаң, мына қаруды атып, қазір басқа одан ауыр статья ілеміз деген әңгімелер де болды. Бұл тарап тергеуші Искендер Байсеріктің жағынан келген. Яғни терроризм 255 статьяны ілеміз деді басымызға. Енді ол жерде мен үшінші күні ешқандай условиясыз бүткіл мысалы денемді өзім ұстай алмайаттым. Сондықтан уже адамдар өлім болып жатқан соң уже өз өмірі үшін қорыққан үшін қол қоя бердім, ештеңеге қарамадым. Сондай жағдаймен осындай қазір айып тағылып отыр. Бірақ та мен қарсымын қазір. Менің жанымдағы Данияр деген танысымды соның жауабы бойынша ғана қазір осы бүткіл оның тергеушінің ісі ұсталып тұр қазір. Яғни мені көрдім деп айтты. Ол кісіні қазір уақытта ешқандай очный ставка дейді ғой. Мен қосымша тергеу сұрағанмын. Қосымша тергеуде ешқандай одан қайта жауап алынбады. Яғни мен очный ставка сұрағанмын, чтобы жаңағы ол кісіні қинамай өз қалпымен келіп жауап берсін деген ойда болған. Бірақ та менің тергеушім Искендер Байсерік өз тарапына сөз тигізмес үшін, жаңағы дело өзгеріп кетпес үшін мысалы оның бәрін бермеді маған. Тура сол күй қалай болды? Екінші қосымша тергеу тура солай қайтадан жібере салды. Бұл ісім прокуратураға түсті. Прокуратура менің адвокатымның ходатайствосын күтпей, яғни олар 3 күн күту керек. Сол жаңағы ходатайство жазу үшін дұрыс тергелді ма, дұрыс тергелмеді ма деген. Соны күтпей, яғни оны 1-2 сағаттың ішінде уже бұл ісім қайтадан сотта болды. Бұл іс баяғыдан осып келе жатыр 5 айдың ішінде. Тез арада өткізіп жіберу сотқа, тез арада айыптап жіберу, яғни өздерінің жаңағы шикіліктерін, өздерінің осындай заңға қайшы нелерін жасырудың нелерін істеп жатыр да. Жасырудың. Қасыңызда болған азаматтарда қазір қамауда ма? Қасымдағы жоқ, қамауда емес. Жаңағы Даниярды осы күннен әлі таппай жатырмыз. Менің жақын туыс бауырларым, әйелім бәрі іздеп жатыр оны. Оны жаңағы оның әпкесіне барып жолыққан, бірақ та ол кісі айтқан екен, яғни үйіне келіп, яғни жаңағы жауабыңды өзгертсең, сені де соттаймыз деп қорыққандығы да болуы мүмкін. Иә, одан показания алған, одан кейін ол кісі жоқ. Иә, содан кейін оны іздеген, барған, тағы да қосымша жауап алуға. Сондай қорыққандығы болған, сондықтан ол қазір ол кісі жоқ, таппай жатырмыз.
Бұған дейін ол кісімен сіздің таныстығыңыз бар ма еді? Иә, бұған дейін болған. Сіздің жаңа шаштараз бизнесіңіз қай жерде орналасқан? Гоголя жүрмін. Ол қай көшемен жүрсіз? Досмұханова. Досмұханбетов. Досмұханбетов. Тағы бір заңсыздық кешіріңіз қосымша айтып жіберейін. Осы неде оқиға болған орында хаттама толтырады, оқиға болған орында қару-жарақ бар ма? Шын мәнісінде қару-жарақ ол сол жерге апарып қойылған, бірақ несі куә достының айтуы бойынша шамамен 2-3 күннен кейін қасындағы досы, бір күннен кейін, иә, жаңа Бағлан деген таныстары қасында болған ғой. Сол Бағлан ол қару-жарақты алып кеткен екен салоннан. Түсініңіз бе? Ал бірақ мына жерде оқиға болған орны хаттамасы толтырылған. Мен ол материалмен қоғамдық қорғаушы ретінде таныстым. Байқасам, сол жерде, сол салонның ішінде таптық деп көрсетіп тұр. Оглашение судебного акта. Қаулы 2022 жыл 26 мамыр Алматы қаласы Алмауының соты құрамды төреғалды судья Иманқұлов қатшылыққан мақсатына отырып мемлекеттік айыптаушы Алматы қаласы Алмауының прокурорының бөлім аға прокурор Қанапияновтың жәбірленуші қорған жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Николаенконың, аудармашы Назарованың, сотталушы Иманбековтың, оның қорғаушы адвокат Жуаспаеваның қатысуымен қосымша қорғаушы Шырымбекованың қатысуымен қылмыстық істі ашық сот отырысында аудио бейне жазу қондырғысын зон пайдаланып, адвокат Жуаспаеваның сотталушы Иманбеков Әлібек Байтаковичке қатысты қылмыстық іс бойынша оның бас шарасын өзгерту жөніндегі талап тілегін қарап анықтады. Сот мәжілісінде қорғаушы Жуаспаева қорғауында Иманбековтың бас шарасын өзгерту жөнінде сотқа талап тілекпен жүгінді. Талап тілекте қорғаушы сотталушы Иманбековтың 2022 жылдың 10 қаңтар күнінен ұсталған, алайда сотқа дейінгі тергеу органы оны 2022 жылдың 12 қаңтарының күніне дейін ұсталды деп хаттама толтырып, демек 2 күн Иманбековтың қамауда заңсыз отырғанын көрсетті. Сотқа қатысушылардың пікірін тыңдап, қорғаушы Жуаспаеваның талап тілегі қанағаттандырусыз қалдыруға жатады деп есептейді. Сотқа дейінгі тергеу органы Иманбеков Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 291 бабының 3 бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп айыпталып сотқа берілген. Тергеу соты оған күзетпен ұстау туралы бас шарасын санкциялағанда сотталушының жеке басына қатысты барлық мән-жайларды ескере отырып шешім қабылдаған. Аталған соттың қаулысы бүгінгі күні заңды күшіне енген. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 353 бабының 1 бөлігіне сай бұлтартпау шарасының қажетті болмай қалған кезде оның күші жойылады, немесе ол осы кодекстің 136-138 баптарын көзделген негіздер мен мән-жайлар өзгерген кезде қатаңдығы неғұрлым жеңіл немесе неғұрлым ауыр шара түріне өзгертілетіні көрсетілген. Алайда бүгінгі күнде ондай мән-жайлар іс қарау барысында анықталмады. Адвокат Жуаспаеваның сотталушы Иманбековтың 2 күн заңсыз отырды деген уәждері оның бас шарасын өзгертуге негіз бола алмайды. Себебі бұл мәжілер сот мәжілісінде жан-жыр жеке тексеріліп, оған баға берілуге жатады. Сол себеп сотталушы Иманбековтың бас шарасын өзгертуге сот еш негіз жоқ деген тұжырымға келеді. Жоғарыда айтылғандардың негізінде және Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 344 бабын 153 бабын басшылыққа ала отырып, сот қаулы етті. Адвокат Жуаспаеваның сотталушы Иманбековтың бас шарасын өзгерту жөніндегі талап тілегі қанағаттандырусыз қалдырылсын. Қаулыға наразы емес жақтар оған ол жарияланған уақыттан бастап 3 тәулік ішінде Алматы қалалық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасына Алматы қаласы Алма ауданының соты арқылы жеке шағым ал прокурор жеке өтінім келтіруге құқылы. Судья Иманқұлов, отыра беріңіз. Басқа талап тілектер болмаса, сот мемлекеттік айыптаушы талғаннан кейін мәнісін тыңдап. Кішкене артынан отырасыздар, мемлекеттік айыптаушы. Рахмет, құрметті сот, сотқа қатысушылар. Иманбеков және тергеумен анықталмаған Бағлан есімді тұлға бірге өздерінің өмірлерін ешбір мақсатынсыз өткізіп жүрген жеңіл жолмен өздерінің материалдық жағдайын жақсарту мақсатында Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен 5 қаңтар 2022 жылы сағат 01:30-дан бастап Қазақстан Республикасының аумағында төтенше жағдайлар енгізілгеніне, сондай-ақ Алматы қаласы аумағында жаппай тәртіпсіздіктер болып жатқанына қарамастан ұрлық жасауға бағытталған қылмыстық ойлар туындап, адамдар тобының алдын ала сөз байланысымен қару-жарақ сататын дүкенге заңсыз кіру арқылы атыс қаруын жасырын жымқыруға бел буады. Иманбеков пен тергеумен анықталмаған Бағлан есімді тұлға қылмыстық объектісі ретінде Алматы қаласы Абылайхан даңғылы нөмір 60 мекен жайында орналасқан қорған центр қару-жарақ сататын дүкенін таңдайды.
Осылайша 5 қаңтар 2022 жылы сағат 22:00 шамасында Иманбеков және тергеумен анықталмаған Бағлан есімді тұлға мен адамдар тобының алдын ала сөз байланысуымен Қорған центр қару-жарақ сататын дүкенінен адамдардың қару және тағы да басқа заттардың ұрлап жатқандығын көріп, қала аумағында жаппай тәртіпсіздік орын алып жатқанын оңтайлы пайдаланып жасайтын қылмысына ешкімнің кедергі жасап немесе қорқытап ұстап алмайтындығына толық көздерін жеткізіп, Қорған центр қару-жарақ дүкенінің ішіне заңсыз кіріп, Қорған центр жауапкерлігі шектеулі серіктестігіне тиесілі 2 дана атыс қаруын, атап айтқанда құны 204.733 теңге тұратын тегіс оңғол қос ауызды Беретта Перения 3 маркалы 12 калибрлы, құны 187.557 теңге тұратын тегіс оңғол қос ауызды Ата Армс маркалы 12 калибрлы оңғол қаруларын жымқырған. Осыдан соң Иманбеков және тергеумен анықталмаған Бағлан есімді тұлғамен бірге қылмыс жолмен табылған бүлікке өздерінің қалауынша иелік ету мүмкіндігіне толыққанды ие болып, оқиға орнынан бой тасалаған. Нәтижесінде Иманбеков және тергеумен анықталмаған тұлға өздерінің қылмыстық әрекеттерімен Қорған центр жауапкерлігі шектеулі серіктестігінің сенімхат бойынша өкілі Николенкоға жалпы 392.290 теңге сомада материалдық шығын келтірген. 14 қаңтар 2022 жылғы нөмір 68 маманның қорытындысына сәйкес тегіс оңғол қос ауыз аңшы мылтығы Беретта Перения 3 12 калибрлы және тегіс оңғол қос ауыз аңшы мылтығы Ата Армс 12 калибрлы қаруы осы аталған 2 қару да ату өндірісіне жарамды деп көрсетілген. Сөйтіп, құрметті сот, Иманбеков Алибек Байтикович атыс қаруын адамдар тобының алдын ала сөз байланысуымен жымқырған, яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 291 бабы 3 бөлігінің 4 тармағында көрсетілген қылмыстық құқық бұзушылықты жасаған. Менде бұл, құрметті сот, назарларыңызға рахмет. Түсінікті. Сіздің осы талабын айтқан деген көзқарасыңыз. Келіспеймін. Сотталушының кінәсін мойындамауына байланысты келесі сот тәртібін ұсынамын. Атап айтқанда, бірінші жәбірленушінің өкілінен жауап алуды, әрі қарай куәлерден жауап алып, одан әрі сотталушыдан жауап алып, қылмыстық іс материалдарын зерделеп, сот тергеуін аяқтап, сот жарыс сөзіне көшуді ұсынамын. Сотталушы Иманбеков Алибек Байтиковичке қатысты қылмыстық жалпы тәртіпте қарауға, қылмыстық іс бойынша сот тергеуін жәбірленушінің өкілінен жауап алуға, жәбірленушінің өкілінен іс бойынша барлық куәлерден жауап алып сұрауға, куәлерден кейін сотталушыдан жауап алып, қылмыстық істі зерделеп, сот тергеуін аяқтап, сот жарыс сөзіне көшу. Мұнда қойылған тәртіп бойынша жәбірленушінің өкілі Николенко сіз келіңіз. 5 января по нашему общему чату в WhatsApp было сообщено, что мы в этот день не работаем. Около 16 часов дня позвонила охрана и сказала, что какие-то лица приехали к магазину, разбивают стекла, заходят внутрь и начинают выносить товары. Значит, в охране было сказано, чтобы они в это дело не вмешивались, потому что тем более, что когда они пытались пресечь эти действия этих бандитов, значит, им сказали, что чтобы они не вмешивались, иначе им будет плохо. И охранники находились на улице в своей машине и наблюдали за всем происходящим, и изредка со мной созванивались и вот рассказывали. Значит, 5, 6 и 7 числа продолжалось это. Значит, сначала бандиты разбили магазин, и потом пошли мародеры уже выносить все подряд. Значит, оружейные боксы у нас, значит, расположены в середине магазина. Значит, после октябрьских событий, значит, приказ министра внутренних дел был, чтобы ужесточить требования по представлению именно в магазинах оружия. Значит, у нас оружие было прикреплено специальными замками к витринам, и оно было дезактивировано. Значит, были вставки в патронники вставлены и закручены спецключами. Значит, по закону магазин должен противостоять, скажем так, нападению 15 минут. Наш магазин стоял 3 часа, значит, проникли в оружейные залы
методом пролома бетонной стены, срезанием армированной решетки. Из 16 арматуры была набрана решетка. И они проникли и стали выносить оружие. Значит, по предыдущим этим самым уголовным процессам, значит, многие подсудимые говорили, что они это оружие нашли. Наши по видеокамерам и по утверждениям наших сотрудников охраны, значит, оружие не раскидывалось, оно выносилось все из магазина, грузилось в машины и выезжали. Дальнейшую судьбу его мы не знаем. Именно по этому делу, значит, идентифицировать по видеокамерам, значит, нашего подсудимого нет возможности, потому что они были все в масках, в капюшонах, там, в кепках и прочее, прочее. Поэтому был ли он в магазине, заходил он туда или нет, я не могу утверждать и не знаю. Значит, потом полиция, я уже не помню, какого числа мне позвонили, сказали, что я должен прийти и опознать оружие. Я пришел, по номерам мы определили, да, это наше оружие. Значит, ну, оно потеряло уже товарный вид, и поэтому мы от него отказались. Компенсацию от государства мы получили, материальных претензий подсудимому Теокарган-центр не имеет. Бойынша қаңтар оқиға басталған кезде мен негізі өзім бастаушы кәсіпкермін. Алғашқы кәсібім болатын, шаштаразды ашып, жаңадан бастап жатқан болатын. Сол осы қаңтар оқиғалары басталып кеткеннен біраз уақыт жабық болдық. Сол өзім арендаға алып істеп жатқан шаштаразымды өзім күзеткем күндіз. Кешкі уақыттарда Гоголян бойындағы магазиндер, тағы басқа бизнес объектілер байқаған біраз адам болып жиналып, дружина мен күзеткендерін байқадым да, өзімде сол дос баларды кешкі уақыттарда шақыртып, соның ішінде Әли де бар, келіп күзетіп жүргенбіз. Сол 5 қаңтар күні Әли бәріміз отырып, сағат 10-10:30 шамасында Әлилер қайтып кеткен болатын. Әли, Бағлан, тағы басқа жігіттер бәрі қайтып кеткен болатын. 1 сағат, 1,5 сағаттан уже қарумен келді. Тұра тұрсын деді. Тауып алдық деп айтты ол жігіттер. Тауып алдық деді. Мен басында қарсы болдым. Онан кейін өзі қайтарамыз, көшеде жас балалар қаруды көтере алмай жүрген, әрең жүрген жас балалар да жүгіріп жүр. Нетіп қалмасын деп алып келдік. Сол қайтарамыз, өзіміз қайтарамыз деп көндірді. Шамамен 1,5 күндей менің салонымда тұрды. Кейін 7-сі ме, 6-сы ма Бағлан деген жігіт кешкі уақытта келіп алып кеткен болатын. Содан кейін қайда болғанын білмедім мен. 11 қаңтар күні мені полиция қызметкерлері телефон арқылы шақыртып, плановый проверка деді. Сол салонға шақыртқан кейін, салонға келген кезде мені 4 полиция қызметкерлері күтіп алды. Сол кезде қаруды қай жерде табылғанын сол кезде білдім мен. Көрші ғимаратта подвалында табылған екен, сол суретін көрсеткен болатын, подвалда табылған. Сіз айттыңыз, Бағланды қайдан танисыз, қалай білесіз? Бағланды Әли арқылы танимын. Өте жақсы танимын деп айтамын. Сол күні таныстыңыздар ма? Жоқ, сол күні емес, одан бұрын танысқан. 1 жыл шамасында араласып жүргенбіз, бірақ жақсы танымаймын да. Ол сонда сіздің айтуыңыз бойынша Бағлан сотталушы Әлібектің досы бола ма? Иә, Әлібек. Қарым-қатынастары жақсы болды ма? О жағынан енді ештеңе. Сіздің көзқарасыңыз сипатталды. Негізі жалпы қанша тұлға болды сіздің шаштаразыңызда? 7-8 адам болып отырдық па, кім бірі келсе бірі кетеді, сөйтіп жүрді. Бағланмен бірге шықты ма? Иә, бірге шығып кеткен. Сағат нешеде dediniz? 10:30-ға таман шығып кетті. 10:30 ол кешкі 10:30. Иә. 22:30. Сосын қанша уақытта айналып қайтып келді? 1 сағат, 1,5 сағат шамасында қайтып келді ғой. 1:30. Иә.
үйге қайттық деді, бірақ қарумен қайтып келді сізге. Көшеде тауып алдық деді. Көшеде қай жерде тауып алдық? Оны нақтыламады. Көшеде тауып алдық. Білесіз ғой, заңсыз қару тасымалдау, заңсыз қару ұстау, заңсыз. Ондай сұрайтын не болған жоқ менде. Мен басында қарсы болдым, жігіттерге айттым, қайтарамыз өзіміз, уайымдама дегеннен кейін әрең дегенде көндірді. Мен қай көшеде қалай тапқанын оны анықтамадым. Бұл жаңа қаруды әкелген кезде саған қайдан тауып алдың деп айттым. Қандай мақсатпен әкелдің деп айттым. Қандай мақсатпен қоя тұр деп айттым. Сол жаңа айтқандай көшеде жас балалар жүгіріп жүр деді, көп жүгіріп жүр. Соң біреу жарақаттанып қалмасын, нетпесін деп алып келдім деп айтты, тауып алдым деп айтты. Көшеде действительно көп адамдар жүр деді ғой. Оның алдыңғы келесі мақсаты қалай деп айттым саған қару жайлы? Қайтарып береміз. Қайтарып береміз деді. Мен басында қарсы болған кезде, қайтарсаң қазір қайтармайсың ба деген кезде, көріп тұрсың ғой, қазір 102-де, 103-те ешқайсы жауап бермейді деп айтты. Сен 6-7 маған хабарластың ғой, дұрыс па? Қашан тез арап құтылайық мынаны апаттан дегенде. Мен сол кезде телефонмен саған не деп жауап бердім, нақты айтып жатсаң? Бағлан келіп алып кетеді дедім. Бағлан келіп алып кетеді дедім. Сол Бағлан кейін хабарласып, Бағлан алып кетті. Бізді, мені сол уақытта сені шақыртып ұстаған кезде мені қалай ұстадың мені? Маған не істеді? Бір террорист ұстағандай ұстады. Маған да айтты ғой, терроризммен кетесің деді ғой, басында қаруды алған кезде. Как террорист кетесің. Бәрі не бұл? Өте ашық бұл. Мен жақ тараптан өте ашық бұл. Қарсылық білдіру болды ма сөйтіп ұстайтындай? Мына қарудың мақсатын да қайталап өтсең, мен саған берген кезде мен не дедім нақты? Мына қаруды мысалы айтып отырсың тауып алдық деп айттым. Мына қарудың мақсатын айтып берсең, дальнейший мақсатын не істеймін деп әкеліп бердім. Сен егер жауап берді ол. Мен егер мысалы ол қаруды саған ұрладым деп әкелсем, сен қалдырар ма едің? Мен ол жақта басында қарсы болдым. Өйткені ойыншық емес. Мен жаңадан бастап жатқан кәсіпкерім, маған анау-мынау нелер керек жоқ болды. Мен ол кезде әлі сағандайда айтқан болатынмын. В общем, ана жаққа тауып алғанның өзінде қалдырмайын деген негізі. Көндірдік, кейін әрең дегенде көндірді, жарайды дедім. Бірақ келесі күннен бастап Әлиге де Бағланға да звондай бастадым. Алып кетіңдер, қашан апарып өткізесіңдер деп. Біздің жаңағы осы сол қиын уақыт кездегі мысалы сол мародерларға қарсы шығып қорғаныңызды растайсың ба? Иә, растаймын. Мен 102-ге мысалы мен тарапынан айтылды ғой, мысалы мен қазір 102-ге звондап ала алмай жатырмын деген сөзді растайсың ба мен жақтан? Менде сіз осы айтып жатсыз, бірнеше рет қайталадыңыз, қылмыстық қудалау органының заңсыз әрекеттерін. Соған қатысты сіз жаздыңыз ба құзырлы органдарға арыз? Жазбадым. Арызбен жүгінген жоқсыз? Жоқ. Келген жарақаттар бойынша сұрақ суреттеріңіз бар ма? Жоқ, ондай шықты деген. Қатысушылар, сізге рахмет. Қажеттілік болса, біз сізді қосымша шақырамыз. Себебі осы келесі сот отырысында біз адвокат Жұбасбаеваға осы қылмыстық істі қағаз жүзіндегі форматта береміз, танысамыз, сіздің жауаптарыңызға бәріне баға береміз. Сіз тыңдаңыз. Келесі сот отырысы ұялы телефоныңыз қосылып болса, біз сізді шақырамыз. Мына құрметті сот қатысушылар, мына бүгінгі іс бойынша бізде 2 куә шақыртылған, алайда Шалғынбаев Айдос келді, Рғайбаев Данияр сот отырысына келген жоқ. Соны сұрауға, тергеушіні сұрауға сот отырысын қазір кейінге қалдырамыз. Сізге қазірге рахмет. Қосымша керек болса бізді шақырамыз. Құрметті сот отырысында адвокат Жұбасбаев, мен сізге мынандай бір кішкене өтінішпен жүгінгім келіп тұр. Мына сотқа қатысушылар адамдарды сіз белсенділерді сұрадыңыз, журналистерді сұрадыңыз, рұқсат бердік. Бірақ сіз процессуалды түсіндіріңіз. Ойына келген істеп процестен шығып кетеді. Кіргізген адам процесске бұл сот залы, құрметті сот қатысушылар. Сіздер мені сыйламай қойыңыздар, бірақ сотқа қатысушы адамдарды сыйлау керексіздер. Осында кірдіңіздер ме? Жаңа 2 азамат шықты, орнынан тұрып кетесіздер. Сот сұрақ қойса, сіз жаңылыстырма дейсіздер. Мен сіздерге бүгін ескертемін.
келесі жолы сіздер сотқа қатысушы адамдарға кірмейсіздер. Мен сіздерлеріңіз бәріңізді шығарам, келесі бұл сотқа қатыстырмаймын. Сондықтан тыңдап, қатысып, бейне жазуға бәріңізге қарсы. Адвокат Жуаспаева сіздерге тәртіпті түсіндіреді. Шалғынбай, қосымша қорғау, сіз тұрыңызшы оңызда. Сізге де, сіз түсініп тұрмын, бірінші процесіңіз шығар, мен ескертпе жасамай-ақ қояйын, бірақ процестің алдында адвокатпен сөйлесіңіз. Қалай процесте өзін ұстау керек екенін. Сұрақ қойылып жатқан кезде оған көмектесуге, басқа бір мағлұматтар беруге қажеттілік жоқ. Іс бойынша өзіңіздің кезеңіңіз келгенде тұрып, нақты сұрағыңызды қойып, сол сұрағыңызға жауап алмасаңыз, қосымша сұрақ қою құқыңыз бар. Түсінікті ғой? Жақсы. Келесі сот отырысы адвокат Жуаспаева. Қараңыз, график бойынша ашайық. Келесі сот отырысы бүгін Иванбеков 26-сы екінші маусым сағат 10:00-ге түске дейін болсын. Бейсенбі күні. Бар ғой уақытыңыз? Құрметті қатысушылар, келесі сот отырысы екісі күні келесі бейсенбі сағат 10:00-ге сот отырысына іс бойынша осы айыптау куәсін және тергеушіні сот отырысына шақырамыз. Құрметті конвой, сіздерге біз қаулысын, құжаттардың бәрін жібереміз. Ертерек шығып, сағат 10-15-те сот залында болуыңыз қажет. Басқа талап тілек сұрақтар бар ма? Жақсы, сау отырсыз. Құрметті сот, сізге ана жаңағы инструкцияны ертерек беріп қоймайсыздар ма? Инструкцияны біз процесс кіріп қойды. Келесі жолы сақтасаңыз болады. Жаңағы екі шыққан тақия киген жаңа кісіні сотқа кіргізуге қажеттілігі жоқ. Бұл сот кешегі күні жалғасу керек болатын. Онда бас кезінде айтқан офлайн түрде, яғни сот залында өтеді деп. Одан кейін кеше аяқ астынан айнып қалып, онлайн өтеді деп, соң қорғаушысы бар, көпшілік бар, қоғамдық комиссия бар. Сотты онлайн емес офлайн өткізуді талап еткен болатынбыз. Өйткені қазір офлайн өткізуге ешқандай кедергі жоқ, пандемия жоқ, басқа жоқ. Ал онлайн өткізу ол неліктен? Ол жаңағы шала істе, шала қарай салу үшін қалай тергеушілер жіберді, прокуратура солай үкім шығара салу үшін. Ал біз соған жол бермеу үшін сотты ашық журналистердің, көпшіліктің, жұртшылық өкілдерінің қатысуыменен өткізуді талап еттік. Сол жағдай іске асты, орындалды. Бұл әрине құптарлық іс. Біз барлық соттардың ашық, жария, офлайн түрде өтуін бас прокуратурадан да, жоғарғы соттан да талап етіп хат жазған болатынбыз. Ол хатымызға кезінде жауапты алғанбыз. Оны әр судья өздері шешеді заңға сәйкес деп. Енді сот процесі қазір нені көрсетті? Тергеудің шын мәніндегі шала жүргізілгендігін көрсетті. Қазір жәбірленуші жаңға мылтық сататын адам сонымен, содан кейін бір куә, екеу сұралды. Екеуінің сұралғанынан байқалып отырған нәрсе тергеу бір жақты жүргізілген, тек қана айыптау, және мұнда да азаптау, қиынау жағдайлар болған. Жаңа куә айтып отыр ғой, ұрып соқты деп. Қалай ұрып соққанды айтып отыр. Үстінен жүрген жаңағы бөтелкемен ұрған, ішінде суы бар, үстінен басқан, тепкен деген сияқты. Содан кейін оларға қорқытқан. Міне бірнешеусіңдер, сендер бәрің терроризм статьясыменен бәрің бірге кетесің. Одан да сен анау тауып алдыған деп айтып тұр, тауып алған емес, ол ана жерге кіріп, содан алып шықты деп айт. Былайша айтқанда, жалған куәлік жасатқан, соған мәжбүрлеген. Бұл тергеушінің жасап отырған қателік емес, бұл қылмыс. Ол қалайда қолдан тергеуші жасау, мойындату, қинау, соғу, азаптау арқылы, бопсалау арқылы. Ол дұрыс нәрсе емес. Мына қаңтардағы қамалып, сотталып, айыпталып жатқандардың дерліктей көпшілігі, басым бөлігі дәл осындай жолмен жасалып отыр. Тергеушілердің асыра сілтеуі, заң бұзушылығы, қорқытуы, ұру, соғуы. Мен ойлаймын, мына істі бұзу керек та, қамауда отырған азаматты шығару керек. Өйткені ол қасақана, қару ұрлау мақсатында топ құрып,
дүкенге барған емес. Оған ешқандай дәлел жоқ. Егер солай болса, оған дәлелдеу керек қой. Ал дәлелді жаңағыдай заңға қайшы жолдарменен алуға болмайды. Енді сот Иманқұловтың жүзінен иман байқадыңыз, ақталып шыға ма? Енді қызық, сотталушы Иманбеков, соттаушы Иманқұлов. Екеуінің де енді аталарының аттары иманнан басталған екен. Екеуіне де Алла тағала Құдай иман берсін, иман жүзді болсын, имандылыққа салсын дейді. Ал иман болмаған жерде әділеттілік, ол адамгершілік болмайды. Әділетті орнайды деп сенесіз бе? Әділеттілікті орнаттыруымыз керек. Біз сеніп қана үміт етіп, алақан жайып отырсақ, ол іске аспайды. Рысбек Сәрсенбайұлы айтқандай, бұл сот процесі кезінде қоғам белсенділері, журналистер, заңгерлер көздері жетті. Тергеу барысында бірнеше заң бұзушылықтың болғанын, азаптау арқылы, қорқыту арқылы, үркіту арқылы қол қойдырылған бұл азаматтардың түгелін лаңкеске байлап жібергісі келгендігін. Енді бұған сот Иманқұлов мырзаның иманы бар деп сенейік. Бұның барлығын көріп, жаңағы тергеудің заңсыз алынғанын дәлелдеп, Әлібек мырзаны босатады деген сенім бар. Енді ол сенім қаншалықты ақталады, әлде ақталмай Әлібекті соттап жіберу мүмкін ба? Енді ол болашақтың еншісінде. Келесі сот процесі маусымның 2-сіне таңғы сағат 10-ға белгіленді. Сот Алматы қаласындағы Алмалы аудандық сотында өтеді. Сіздер не ойлайсыздар? Осы видеоның астына пікір қалдырыңыздар, арнаға жазылып, сілтемесін тарата жүріңіздер. Кеші жарық, ешкі сарыға қайын. Давай, Роман.